Сәлем баршаңызға. Бүгін үй жағдайында донер жасап көрсететін боламын. Маған ол үшін қуырылған тауық еті, қызанақ, қияр, қатты ірімшік, лаваш, майонез және кетчуп қажет. Кетчупты томат пастасымен алмастыруға да болады. Мен барлық қажет заттарды кесіп дайындап алдым. Тауық етін алдын ала маринадтап қуырып алдым. Енді лавашты екі бөлікке бөліп, үстіне майонез бен кетчуптен дайындалған соусты жартысынан көп бөлігіне бір келкі етіп қасықпен жағып шығамыз. Оның үстіне қуырылған тауық етін саламыз. Бұл жерде ірімшіктің және қуырылған тауық етінде тұз жеткілікті болғандықтан мен ешқандай тұз бұрыш қолданбадым. Енді оның үстіне қызанақтарды саламыз және қиярларды тіземіз. Үккіштен өткізілген ірімшікті де саламыз. Барлығын салғаннан кейін конверт етіп ораймыз. Бұл жерде сіз құрамына өзіңіздің қалаған заттарыңызды салуыңызға болады. Жақсылап ораймыз. Содан кейін қызып тұрған құрғақ табаға салып екі жағын қызартып пісіреміз. Бұл үйде донер жасау үшін сізге арнайы грильницаны қажет емес. Тек түбі жабыспайтын антипригар табаңыз болса болғаны. Осылай менде бір лаваштан екі донер шықты. Бір лавашты ортасынан бөлдім. Бір жағы қызарды, енді екінші жағын аударамыз. Бір жағы 3-4 минуттың ішінде қызарады осылай. Бетін жауып тағы 3-4 минутқа қоямыз. Міне бізде донерлер дайын. Менің каналыма жазылып, лайк, подписка жасауды ұмытпаңыз. Келесі видеоларда мен әртүрлі салаттардың, пирогтардың рецептісін ұсынатын боламын. Сау болыңыз.